пайғамбарымыздың дүниеге келуі. Әлем надандықтың тұңғиығына батып, жан-жақты зұлымдық қаптап, адамдар барлық нәрсенің жаратушысы болған Алла тағалаға иман келтіруді және ғибадат жасауды тоқтатқан еді. Адамдар ғаламда болып жатқан құбылыстар мен хақ тағала жаратқан нәрселерге өз қолдарымен жонып тас пен ағаштан жасалған пұттарға табынатын еді. Әлемді, барлық болмыстарды, жүректерді қайғы басқан еді. Алла тағаланың күллі жаратылыстардан үстем етіп жаратқан, адамдардың тозақтан құтылуына себеп болатын бір тұлға керек еді. Оның туылуына аз ғана уақыт қалған еді. Әлем Адам алейхиссаламның сол күнге дейін таза маңдайларынан өтіп жеткен нұрдың иесін қарсы алуға дайындалып жатқан еді. Адамдар мен жындарға мәңгілік бақытты көрсететін теңдессіз ұлы адам келе жатыр еді. Мейірім мен шапағаттың қайнар бұлағы болған ұлы адам келе жатыр еді. Ұлы шапағатшы, әлемнің тірегі, болмыстың негізі, адамдардың мырзасы келе жатыр еді. Махшар күнінде көмек беруші, пайғамбарлардың сұлтаны келе жатыр еді. Алла тағаланың сүйікті құлы, әлемдерге рахымдылық етіп жіберілген пайғамбарымыз келе жатыр еді. Саллаллаху алейхи уассалям. 7 қат көк, 7 қат жер, қысқаша бүкіл ғалам үлкен құрметпен, қуанышпен Саидул Мурсалин, Рахматул Әнбия, Хабиби Худда болған пайғамбарды күтудеді. Бүкіл жаратылыс қош келдіңіз, я Расулаллах деуге әзір еді. Хижреттен 53 жыл бұрын піл оқиғасынан 2 ай өтіп, Рабби-уәл айының 12-сі дүйсенбі күні түнде таңға жуық Меккенің Хашим Удара ауданында Сафа тауының маңындағы бір үйде көптен күткен Алла тағаланың нұры Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалям дүниеге келді. Оның туылуымен әлем қайтадан жанданды, қараңғылыққа нұр төгілді. Мәдәриж ұн Нәбуа кітабында былай делінген: ең ұлы құрметке ие болған бақытты ана Әмина жүктілігі туралы былай әңгімелеген: оған жүкті кезімде ешқандай қиындық шекпедім. Жүкті екенімді сезінбейтінмін. Тек 6 айдан кейін бір күні ұйқылы ояу кезімде біреу маған: сен кімге жүкті екеніңді білесің бе? деді. Білмеймін, дедім. Біліп ал, ең соңғы пайғамбарға жүктісің, деді. Босанатын уақытым жақындағанда сол адам тағы да келіп: ей Әмина, бала туылған соң атын Мұхаммед қой. Хазіретті Әмина босанған кезі туралы былай деді: босанатын сәт келген кезде айбатты бір дауыс естідім. Қорқа бастадым. Сосын бір ақ құс көрдім. Келіп қанатымен мені сипады. Қорқынышым басылды. Сол сәтте қатты шөлдедім. Қатты ыстықтадым. Қасымнан сүттей аппақ бір кесе шербет көрдім. Сол шербетті маған ішуге берді. Іштім. Балдан тәтті және салқын еді. Шөлім қанды. Сосын үлкен бір нұр көрдім. Үйімнің іші нұрланғаны соншалық, сол нұрдан басқа ештеңені көре алмадым. Сол кезде айналамды қоршап қызмет етіп жүрген көптеген әйелдерді көрдім. Бойлары ұзын, жүздері жарқын еді. Олар әдебі Манаф тайпасының қыздарына ұқсайтын. Олардың аяқ астынан пайда болғанына таң қалдым. Олардың бірі: мен Перғауынның әйелі Асиямын. Келесісі: мен Мәриям бинти Имранмын. Мыналар жұмақтың хор қыздары, деді. Сол кезде түсі ақ, көктен жерге дейін созылған ұзын жібек мата көрдім. Оны адамдардың көзінен жасырындар, деді. Сол сәтте бір құстар пайда болды. Тұмсықтары асыл тастан, қанаттары жақұттан еді.
Қорыққаным соншалық терлеп кеттім. Сол кезде көзімнен пердені алды. Барлық жер бетін шығыстан батысқа дейін көрдім. Жан-жағымды періштелер қоршаған еді. Мұхаммед алейхиссалам туыға сала, басын сәждеге қойып, сұқ саусағын көтерді. Сосын көктен оны бүркеген ақ бұлт түсті. Бір дауыс естідім. Оны батыстан шығысқа дейін барлық жерді аралатындар. Барлық әлем оны есімімен, денесімен және сипатымен көрсін. Оның есімінің Махи екенін және Алла Тағала арқылы бұттарды жоқ ететінін білсін, деді. Ол бұлт та көзден ғайып болып, Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам ақ жүнді матаға оралып жатқанын көрдім. Сол кезде жүздері күндей жарқыраған 3 адам келді. Бірінің қолында күміс құман, бірінің қолында асыл тастан жасалған шылапшын, бірінің қолында жібек мата бар еді. Құманнан хош иіс тарап тұрған еді. Баламды шылапшынға салып, басын, аяғын жуып, жібек матаға орады. Басына хош иіс септі. Көзіне сүрме жақты да көзден ғайып болды. Мұхаммед алейхиссалам туылған кезде Хазіретті Аминаның жанында Абдурахман бин Ауфтың анасы Бибі Шифа, Осман бин Абил Астың анасы Бибі Фатима және пайғамбарымыздың әпкесі Бибі Сафия бар еді. Оларда көрген нұрлары мен басқа жағдайлар туралы айтып берді. Бибі Шифа былай деді: мен сол түні Аминаның жанында болып, оған көмектестім. Мұхаммед алейхиссаламның туыға сала дұға еткенін көрдім. Ғайыптан «Ярхамука, Раббука» деген дауыс келді. Сосын бір нұр шығып, айналаны жарқыратқаны соншалық шығыстан батысқа дейінгі барлық жер көрініп кетті. Бұдан басқа оқиғаларға куә болған Шифа ханым кейінірек оған пайғамбарлығы білдірілген кезде еш ойланбастан алғаш иман келтіргендердің бірі мен болдым, дейді. Бибі Сафия былай дейді: Мұхаммед алейхиссалам туылған сәтте жан-жаққа нұр төгілді. Ол туыға сала сәжде жасады. Басын көтеріп, анық тілде «Ла иллаха иллаллах, инни расулаллах» деді. Оны шомылдырғалы жатқанымызда біз оны шомылдырып жібердік деген дауыс келді. Кіндігі кесілген, сүннеттелген халде алдымызда көрініс тапты. Сәжде жасаған кезде ақырын бір нәрселерді айтты. Құлағымды оның аузына тостым. Ол «Уммати, уммати, үмметім, үмметім» деген еді. Пайғамбарымыз туылған кезде атасы Абдул-Муталиб Қағбаның қасында Алла Тағалаға жалбарынып дұға етіп отырады. Осы кезде сүйінші хабар келеді. Мұхаммед алейхиссаламның туылған күнінде бір қатар құбылыстарды көрген Абдул-Муталиб бұл хабарға қуанып, бұл баламның мәртебесі, қадірі өте үстем болады, дейді. Абдул-Муталиб осындай бақытты жағдайда атап өту үшін 7 күннен кейін Мекке халқына 3 күн дастархан жайды. Сондай-ақ қаланың әр жерінде түйелер сойып таратты. Сол кезде балана қандай ат қойдың дегендерге Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам деген ат қойдым, дейді. Неге аталарының бірінің атын қоймадың дегендерге Алла Тағаланың және адамдардың оны мадақтауларын қалағандықтан деп жауап берді. Басқа бір руаят бойынша Мұхаммед деген есімді Амина ханымның қойғандығы білдірілген.